Сондықтан квадрат сандар А сияқты көрінеді, бірақ Галилей әрбір натурал санды оның квадратымен сәйкестендіріп, бір-біріне теңестіретін сызық жүргізе алатынын түсінді. Осы бір-біріне сәйкестендіру мүмкін болғандықтан, ол бұл екі жиынның көлемі бірдей екенін білді. Сөйтіп, натурал сандар қанша болса, квадрат сандар да дәл сонша. Бұл интуицияға қайшы нәтиже негізінде Галилей мынадай қорытындыға келді: шексіздікке қатысты көп немесе аз деген түсініктерді біз үйреншікті түрде қолдана алмаймыз. Бәрі жай ғана мәңгілік деген үлкен бір ұғымға жатады, және бұл көзқарас ғасырлар бойы үстем болды. Тіпті бүгінгі күннің өзінде де көп адам шексіздікті дәл осылай түсінеді. Бірақ 200 жыл өткен соң Кантор бұған қанағаттанбады. 1804 жылы ол былай деп ойлады: егер бір-бірімен толық сәйкеспейтін екі шексіз жиын бар болса ше, онда олар әртүрлі шексіздіктер бола ма? Осы сұрақты тексеру үшін ол натурал